Сіздермен бүгін біз осындай керемет, жұмсақ, дәмі керемет бауырсақ жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығатын болады. Алдымен 2 кеседей суға жарты кесе майымызды құйып, оған жарты кесе сүтімізді құйып, 2 шай қасық тұз саламыз, 3 ас қасық қантымыз саламыз, 1 шай қасық дрожжымыз салып, барлығын араластырамыз. Суымызға ұнымыз салып, ұнымыз керегінше саламыз, жайлап саламыз. Оның барлығын бірден салып жүрсек, қамырымыз қатты болып қалады. Сосын қамырымыз қатты жұмсақ болмау керек, орташа деңгейде болу керек. Осылай әдемі етіп қамырымызды илеп алып, 1,5 сағатқа бетін жауып орап қоямыз. 1,5 сағаттан соң қамырымыз ашып шығатын болады. Ашып тұрған қамырымызды алып, осылай 2 күлшеге бөліп, жайып алатын боламыз. Менде 4 күлше шықты. 2 күлшесін алып, мен бауырсақ жасадым. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Бауырсағымыз жұп-жұқа қатты болып қалады. Сол себепті қамырымыз шамалы қалыңдау етіп жаятын боламыз. Жайып болған соң қамырымызды 10 минутқа бетін жауып, шамалы көтерілуін күтеміз. Сол кезде бауырсағымыз әдемі шығатын болады. Бауырсақтарымызды осылай кесіп алатын боламыз. Қалауыңызша кесесіз. Қонақ келетін болса, домалақ етіп кетсеңіз де болады. Маған осылай 4 бұрышты етіп кесу ыңғайлы болғандықтан осылай кестім. Майымызды қыздырып алып, осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей бауырсағымыз дайын. Өте әдемі шықты, жұмсақ. Балдарыңыз бірден жеп қоятын болады, қонақтарға да ұнайтын болады. Міндетті түрде жасап